Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздің каналымызда ең оңай және 5 минуттың ішінде дайындалатын жеңіл тамақ түрін жасайтын боламыз. Егер сізге ұнаса, біздің каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Оны жасау үшін бізге ірімшік, шұжық, 2 дана помидор және 2 дана сарымсақ, 1 жұмыртқа, укроп және ең бастысы лаваш керек болады. Лавашымызды ортасынан дәл бөліп, оны орайтын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей, лавашымыздың беті тез қатып қалмау үшін оны тез өйстіп орап аламыз. Ал оның шеттерін жабыстыру үшін қарапайым суымыз алып, соны жабыстырамыз. Енді оны противнімізге салып шығамыз. Лавашымыздың бетін жағып шығу үшін қарапайым ғана жұмыртқамызды араластырып, оның бетіне әдемілеп тұрып жағып шығамыз. Келесі кезекте мак немесе кунжутты лаваштың бетіне салсаңыздар болады. Менде мак болған соң лаваштың бетіне сеуіп шығамын. Лавашымызды дайындап болғаннан соң, оны духовкаға 3 минутқа салып қоямыз. Келесі кезекте начинкамызды дайындау үшін сырымызды теркадан өткізіп алып, артынша шұжығымызды турай бастаймыз. Шұжығымызды турап болғаннан соң, артынша помидорымызды да дәл сол секілді майдалап турап аламыз. Негізі бұл тағамда өзіңіздің фантазияңызға қарай кез келген ингредиенттерді қоса аласыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша, өзіңіздің қолыңызда не бар, сонымен пісірсеңіз де бұл тағам өте керемет болып шығады. Ал міне помидорымызды да турап алдық. Келесі кезекте қиярымызды салсақ болады. Шын мәнінде мен бұл қиярды бастапқы кадрда көрсетпеген болатынмын. Сол үшін кешірім сұраймын. Сіз оны да қоссаңыз да болады. Енді біз барлығын дайындап болғаннан соң, соңына чеснокты салып шығамыз. Чеснок бұл салатқа бір керемет дәм береді. Сөйтіп бары бізге 2 қайнатылған жұмыртқа керек болады. Оны біз теркадан өткізіп, артынша укропымызды майдалап тұрып турап аламыз. Жаңағы салатымызға тек аз-аздан ғана майонез салып, барлығын бірге араластырып шығамыз. Міне бізде өте әдемі көрінетін, өте дәмді болып шыққан салат пайда болды. Осы салатты жаңағы оралған лавашымызға салып шығамыз. Ендігі этапта лавашқа толы салатымыздың бетіне укропымызды жағып алып, противнге салып шығамыз. Противнге салып болғаннан соң, духовкаға бірнеше минутқа жаңағы ішіндегі сыры еру үшін духовкаға салып шығамыз. Сонда жаңағы ішіндегі сыр еріп, өте бір ерекше дәм береді.
Егер сізге осы видео ұнаған болса, менің каналыма міндетті түрде жазылып, оған лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда тағы да осындай ерекше бір тағамдардың рецепттері шығады.